Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған Pupils Book кітабының 46, 47 және де 48 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бүгін бізде жаңа тақырып Our Planet's Treasure 2. Біздің планетаның қазынасы 2. The Seven Natural Wonders of the World. Әлемнің 7 табиғи кереметі. Exercise number 23. Listen and match, then talk with your friend. Тыңда және сәйкестендір, одан кейін досыңмен бірге сөйлес дейді. Енді бізде бұл жерде суреттер берілген, сол суретке сәйкес жанында аттар берілген. Біз соны сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші суретке қараймыз. B жауабы The Grand Canyon. Ол яғни үлкен каньон. B жауабы бізде The USA, яғни США-да үлкен каньон орналасқан. Екіншісі бізде Mount Everest. Оның жауабы бізде Тибет and Непал. Яғни Эверест тауы Тибет пен Непалда орналасқан. Үшінші суретке The Harbor of Rio de Janeiro. Рио де Жанейро айлағы бізде Бразилияда орналасқан. С жауабы Бразил болады. Төртінші суретке назар аударамыз. Бұл бізде Парикутин. Бұл бізде Мексикада орналасқан. F жауабы. Бесінші бізде The Northern Lights. Солтүстік жарықтар бізде Канада and Norway. Яғни Канада мен Норвегияда орналасқан. E жауабы. Алтыншы The Great Barrier Reef in Australia. Алтыда G жауабы болады. Үлкен тосқауыл рифі бізде Австралияда. Жетінші Victoria Falls. Виктория сарқырамасы бізде Замби and Zimbabwe. E жауабы болады. Exercise number 24. Read and choose. Оқыңыз және таңдаңыз дейді. Ең алдымен мәтінді оқиық. The Great Barrier Reef in Australia is one of the world's natural wonders. Австралиядағы ұлы тосқауыл рифі әлемдегі табиғат ғажайыптарының бірі дейді. It is 2,300 kilometers long and you can see it from space. Оның ұзындығы 2300 шақырым және оны ғарыштан көруге болады дейді. The reef is home to many kinds of fish and coral. Рифте көптеген балықтар мен маржан түрлері бар дейді. 1/3 of the world's soft coral is there. Әлемдегі маржанның 1/3 осында дейді. But the coral reef is getting smaller and smaller. Бірақ маржан рифі азайып бара жатыр дейді. This is because people kill too many fish and they throw rubbish into the clear blue waters of the reef. Себебі адамдар тым көп балықты өлтіріп, және де қоқыстарды рифтің көк мөлдір суына тастайды дейді. Let's hope we can look after this amazing wonder so people can still see it hundreds of years from now. Осы ғажайыптарды адамдар жүздеген жылдардан кейін де көре алатындай күтіп ұстаймыз деп үміттенейік дейді. Енді қасындағы сұрақтарды оқып, бір вариантты белгілеп жауап береміз. How long is the Great Barrier Reef? Үлкен тосқауыл рифінің ұзындығы қанша дейді. A жауабы 2,300 kilometers. B жауабы 230 kilometers. Бұл жерде дұрыс жауап A жауабы 2300 километр. Екінші сұрақ What can you see there? Ол жақта нені көруге болады дейді. A жауабы Fish and coral. B Things from space. A жауабы балық пен маржан. B жауабы ғарыштан келген заттар. Дұрыс жауап A, яғни Fish and coral. Балықтар мен маржандарды көруге болады. Үшінші сұрақ Why is it a natural wonder? Неліктен бұл табиғи ғажайып дейді. A жауабы It's in Australia. B жауабы It's got 1/3 of the world's soft coral. A жауабы Австралияда орналасқан. B жауабы жұмсақ маржандардың 1/3 бөлігі осы жақта дейді. Дұрыс жауап бізде B жауабы, яғни жұмсақ маржандардың 1/3 бөлігі осы жақта. Төртінші сұрақ Why is it getting smaller and smaller? Неліктен ол кішірейіп барады?
A жауабы there are a lot of fish there. Ол жақта балықтар көп. B жауабы people throw rubbish there. Адамдар ол жерге қоқыс тастайды. Дұрыс жауап B жауабы. Exercise number 25. Find information about another natural wonder. Where is it? Why is it a natural wonder? What problems does it face? Make a project or a PowerPoint presentation, present it to the class. Табиғаттың тағы да басқа табиғи кереметі туралы ақпарат тауыбыңыз дейді. Бұл қайда, бұл не себепті табиғи ғажайып, бұл не себепті проблемаларға тап болды. Мұны PowerPoint презентация арқылы жасап, сыныбына көрсет дейді. Мысалға, осыны айтсақ болады. Mount Everest is the highest mountain in the world. Эверест тауы әлемдегі ең биік тау. It is located in the Himalayas on the China-Nepal border. Ол Гималайда Қытай-Непал шекарасында орналасқан. The mountain is named after the British military geographer Colonel George Everest. Таудың аты британдық әскери географ полковник Джордж Эвересттің құрметіне қойылған. To date, more than 9,000 people have conquered the highest peak in the world, and about 300 climbers have died. Бүгінгі күнде 9,000-нан астам адам әлемдегі ең биік шыңды бағындырған, бірақ 300-ге жуық альпинист көз жұмған. At the very top, there is a snow and ice platform that can accommodate up to 6 people at the same time. Ең жоғарғы жағында 6 ғана адам сиятын қар мен мұз платформасы бар дейді. Sometimes climbers had to wait their turn. Кейде альпинистер жаңағы шыңға көп адам сыймай өзінің очередін күтетін болған. Келесі тақырып Our World, біздің әлем. Exercise number 26. Listen and read which place would you like to visit, why? Тыңдаңыз және оқыңыз. Қай жерге барғыңыз келеді және неліктен барғыңыз келеді дейді. Мәтінді оқиық. Lake Qaynda is 400 meters long and about 30 meters deep. Qaynda көлінің ұзындығы 400 метр, ал тереңдігі 30 метр. The underwater forest there is amazing. Бұл жердегі су астындағы орман кереметі дейді. You can see the tops of the trees coming out of the water like long white spears. Ұзын, найзадай судан шығып жатқан ағаштардың шыңдары көрінеді. The water in the lake is very cold. Only about 6 degrees Celsius in summer. Көлдің суы өте суық, жазда 6 градус Цельсия шамасында ғана дейді. But very clear. Бірақ өте таза. When you dive into the lake, if you are brave enough, you can see the pine needles from the trees below the water. Егер сіз жеткілікті батыл болсаңыз, көлге сүңгіген кезде су астындағы ағаштардан қарағай инелерін көре аласыз дейді. Екінші мәтін The Giant's Causeway is a natural rock formation in Northern Ireland. Алып жол солтүстік Ирландиядағы табиғи тау жыныстарының түзілуі дейді. It looks like steps that go all the way down to the sea. Бұл теңізге дейін төмен түсетін баспалдақтарға ұқсайды. An Irish legend says that a giant called Finn McCool built the Giant's Causeway. Ирландия аңыздарында Фин Маккоул деген алпауыт гиганттың жолын салған деп атайды. Яғни алып жолды салған деп атайды. One of the rocky formations look like a giant boot. Жартастардың бірі алып етікке ұқсайды дейді. The Giant's Causeway is the most popular tourist attraction in Northern Ireland. Солтүстік Ирландиядағы ең танымал туристік орын болып табылады екен. Exercise number 27. Read and match to make sentences. Оқыңыз, одан кейін сөйлем құраңыз дейді. Бірінші сөйлем The water in Lake Qaynda is very cold. Qaynda көлінің суы өте суық дейді. Екінші сөйлем It looks like steps that go all the way down to the sea. Бұл теңізге дейін төмен түсетін баспалдақтарға ұқсайды дейді. Үшіншісі The Giant's Causeway
A жауабы болады is in Northern Ireland. Алып жол ол солтүстік Ирландияда дейді. Төртінші сөйлем there is an underwater forest in lake Қайынды. Қайынды көлінде су асты орманы бар дейді. Exercise number 28. Find information about an amazing place you would like to visit. Where is it? What can you see or do there? Make a project or a PowerPoint presentation, present it to the class. Сіз барғыңыз келетін таңғажайып жер туралы ақпарат табыңыз дейді. Бұл қай жерде, ол жақта не көруге болады және не істеуге болады дейді. Жобаны, яғни презентация PowerPoint-та жасаңыз және де сыныбыңыздың алдында көрсетіңіз дейді. Мысал ретінде Черн каньонын алдым. Сол жайлы қысқаша ақпарат жазылған.